11-ші сабақ бір таңбалы бөліндімен бөлу деп аталады. Енді осы тақырыпқа берілген мынандай түсіндірме бар екен. Осы арқылы түсіндіріп жіберейін. Содан кейін берілген кәдімгідей бөліндіні толығымен өзім көрсететін боламын. Ендеше қараймыз. 492-ні 82-ге бөліп көрейік дейді. Яғни біз біртіндеп жауаптарымен таңдау керекпіз. Керек болған жағдайда қалай болады? Яғни бізде бөлгішіміз 82 ғой. 82-ні 1-ге көбейткенде 82. 82 ол 492-ден кем болып тұр. Яғни бір сәйкес келмейді. Соған жақын сан болу керек. Неге? Себеп 492 дегеніміз ол бөлінгішке жақын сан болу керек. Келесі, дәл солай 2-ге көбейткен. 2 сәйкес келмейді. 3, 246 шықты. Ол 492-ге сәйкес келмейді. 3, 4-ті де көрді, 5-ті де көрді. Енді 6-ны көрген кезде 492 шықты. Енді біз пайымдау арқылы, біз егер 1-ді қойып, 2-ні, 3-ті, 4-ті, 5-ті қойып отыратын болсақ, бізде көп уақытымыз мына жерде кетіп қалды. Дұрыс қой? Ал енді біз пайымдау жасау арқылы шығаратын болсақ, ол қалай болады? Міне, тағы да жазам. 492 бөлу 82. Мына артық заттардың бәрін өшіріп тастайын. Енді пайымдауымыз қалай болады? Мысалы, мына бөлгішімізді 80 деп алайық. Ал бөлінгішімізді енді 80 бөлінетін бізге ыңғайлы 492-ге жақын, ол 480. Дұрыс па? Демек 6. Яғни біз өзіміздің мына бағанадан бері отырған 1, 2, 3 деп көбейтіп отырмай, 6-дан бастап көбейте салсақ, дұрыс шығатын еді. Түсінікті болды ма? Енді тағы да осындай біреуін шығарып көрейік. Мысалы, бірінші тапсырмада 152 бөлу 19 дейді. Егер біз 19-ды 1-ге көбейтіп, 19-ды 2-ге көбейтіп отырсақ, не істейді? Уақытымыз кетіп қалады. Сол үшін біз мына 19-ды 20 деп дөңгелектеп аламыз. Ал енді мына 152-ні 160 деп дөңгелектеп аламыз. Яғни 20-ға бөліну керек. Сонда 8 болады. Демек, 19-ды мен қазір 8-ге көбейтіп көремін. 152 болуы керек. 72, 2-сі ойда. 2-сін жазамыз, 7-сі ойда. 8 бірім 8, ойдағы мен 15. Міне, 152 шықты. Көрдіңіздер ме? Біз пайымдау арқылы осыны таптық. Мына 2 таңбалы сан, 3 таңбалы сандарға бұл өте керемет. Бөлген кезде бала ойланып, көп уақытты кетірмейді. Дәл солай, тағы біреуін шығарайық. Мысалы, 648 бөлу 72 дейік. 72-ді 70 деп алайық. Енді 648, яғни 70 бөлінетін 630 деп алайық. Сонда бізде 9 болады. Ал енді 72-ні 9-ға көбейтіп көрейік. 18, бір ойда, 63, 64. Міне, шыға келді. Тамаша ғой? Дәл солай тағы да біреуін шығарайық. Мысалы, 3 таңбалы сандарды. Мына екіншісіндегі біріншісін көрсетейін. 954 бөлу 318. 900 бөлу 300 деп алып, пайымдаймыз. 3. Демек, 318-ді 3-ке көбейткенде 954 шығу керек. Ал, екісі ойда 5, 9. 954 шықты. Міне, пайымдау арқылы тез кәдімгідей жылдам шығардық.